Егер сен бай жанұядан емес болсаң, бай жанұя сенен басталуы керек. Жоқ деп айтуды үйрен, және бұдан ата-анаңды немесе бүкіл халықты сатып жібергендей кінәлі сезімде болмауың керек. Сізден жоғары тұратындар ешқашан сізді мінемейді. Сізді мінейтіндер олар сізден төмен болғандар ғана. Жеңімпаз деген ол жолы болмай сәтсіздіктерге көп ұшырап, тағы да қайталап жасап көруші. Адамдар тек қана сіз өзіңізді пайдалануға мүмкіндік бермегенде ғана ашуланады. Мақсат бай болу, бірақ ешкім білмеу керек сіздің бай екеніңізді. Өз жетістіктеріңізбен әлеуметтік желіде бөліспеңіз, ол жерге бос далбаса нәрселер салыңыз. Адамдар сіздің жетістігіңіз жоқ деп ойласын. Адамдар жетістікті ұнатпайды. Сенің жалқаулығың саған сенгендерге қарсы құрметсіздік. Бал аралары шыбындарға балдың боқтан жақсы екенін түсіндіріп бас қатырып жатпайды. 6 айдан тұратын өзіңе жасалған қатаң тәртіп өміріңді түбегейлі жақсы жаққа өзгерте алады. Әлем оптимистерге тиесілі, пессимистер бар болғаны көрермендер ғана. Кемеге қауіпсіз жер ол порт, бірақ ол порт ол үшін құрастырылған жоқ. Мақсатқа жету үшін жарық жылдамдығындай ақталулар ойлап тапқаннан тасбақа жылдамдығындай жүрген артық. Ал сен неге бір орында әлі тұрсың? Ертеңгі күн бүгінгіден жақсырақ болады, егер сен ертең бүгінгіден жақсырақ болсаң ғана. Жетістік деген таңертең ерте тұрғанға келеді дейді. Жоқ, жетістік жақсы көңіл-күймен ерте тұрып, өзін бақытты ететін ұнамды іспен айналысушыға келеді. Жұмыста жұмыс істейді, ал байитындар жұмыстан бос кезде істейтіндер. Егер ақша сізге маңызды емес болса, онда сіз де ақшаға маңызды емес боласыз. Қателік деген жоқ, тек сабақ алулар ғана бар. Мүмкін еместі армандасаң, максимумды аласың.